Сәлем достар, 안녕하세요, 여러분. Корея еліне келгеніме жарты жылдай болды. Осы уақытта байқағаным, әр елде өзінің артықшылықтары және кемшіліктері бар. Мен не тегін және артықшылықтарын айтатын боламын. Мұнда тамақ, үй қымбат болғанымен тегін нәрселер де бар. Оны қазір айтатын боламын. Мұнда ең бастысы барлық жерлерде ғимараттардан бөлек аялдама, автобустарға дейін тегін және әрі мықты Wi-Fi бар. Мен Кореяға ең алғаш келгенде аялдаманың аттары бір-біріне ұқсас болғандықтан басқа аялдамадан түсіп қалғаным бар енді. Мұнда біздің симкамыз істемегендіктен тек WhatsApp арқылы сөйлесе алатын болдым. Аялдама ешқандай парольсіз және тегін Wi-Fi істеп тұрған мені өте қатты қуандырды. Осы арқылы мен өзім университетіме дейінгі жолды таба алдым. Және Корея елінде ұлттық көрнекті жерлері, музей, храмдарын тегін аралай аласыз. Кейбір жерлерде өздері ақша төлеп кірсе де шетелдіктер үшін тегін жасап қойған жерлер бар. Қай жерге барсаңыз да барлық жерде су тегін, сулары таза, әлі терге пайдалы болып келеді. Барлық жерде таза жабдықталған дәретханаларға тегін кіруге болады. Және ішінде бәрі жабдықталып өте күшті. Содан кейін тамаққа бірнеше қосымша салаттары тегін беріледі, қосымша тағы да сұрай алуға болады. Және менде бір оқиға болған. Біз таккальби жеп отырған едік, сонда бізге қосымша тамақтары болған. Сонда бітіп қалғанын көріп, ана кісі өзі алып келіп берді. Сұрағамаған едік, бірақ өзі алып келіп берді. Және тағы да бір оқиға менде болған. Мен сюда отырдым, достарыммен бірге, біз банановый молоко, ую сондай іштік. Сол кезде сол жердің жұмыскері бізге бесплатно чипсы берді, жай отырмасын сондайға деп, жеп отырсын деп. Және маған басты ұнайтыны бұл қауіпсіздік. Кешкі уақытта да еш қорықпай жүре аласыздар. Паркте жағдайлары күн жылда палатка құрып түнесеңізде де еш қауіп жоқ. Тіпті кейбір дүкендерде сатушы жұмыс істейді, керек заттарыңызды өзін басып төлеп кете бересіз. Сумка заттарыңызды ұмытып қалсаңыз да ешкім алмайды, және адамдар сізге айтады, ұмытып кеттіңіз деп, ешкім тиіспейді. Ешкім тиіспейді. Және ең бастысы, Корея университетінде грант ұтып алсаңыз бәрі тегін. Және өзі универ немесе ұстаздар осындай бір мейрам келе жатқанда тәтті дәмділер, сыйлықтар береді, ойын ойнатады және әртүрлі нәрсе жасайсыздар. Мен бір рет хамбок жасағанбыз, содан кейін открытка жасағанбыз жаңа жылға арналған, және бізге ойындар ойнатып, тәттілер берді, өте күшті болды. Косметикаларды өте сапалы. Ең мұнда популярный магазин это Оливьянг. Сонда барып алуыңызға болады. Көп скидкалар болып тұрады кейбір кезде. Және үй жабдықтарды алғыңыз келсе, Дайсаға барған жақсы, өйткені Дайсада бәрі бар. Арзан және сапасынан төмен емес. Егер де киіміңіз алғыңыз келсе, менің бергім келетін кеңесім ол метроның астынан алға, ол Готемол деген жер бар, Жемшил, соны астынан алға болады, анда киімдер арзан және әдемі. Табиғаты өте тамаша, жаңбырлы, күзде ағаштары сарғайып, ерекше түс енеді, қысы жылы, және күзде әдемі сакуралар шығады. Сонда ханбок киіп, кёнбоккунға барып, күшті фотолар жасауға болады. Көшедегі тамақтары да өте дәмді, ол көп жерде бар. Онда көшедегі тамақтарын жегіңіз келсе, менің кеңес беретінім, ол Мьондонға барған жақсы, Хондайда барған жақсы. Хондайда адамдар билейді, ән айтады, соны көруге тамашалауға болады.
Корея туралы әртүрлі ақпараттар білгіңіз келсе каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады. Кездескенше сау болыңыздар.